Адамзат тарихында үлкен әулеті байлығы тасыған, яғни династиялық әулетті бай адамдарды білеміз. Соның бірі Европада Ротшильдтер болса, Америка құрама штатында Рокфеллерлерді айтуға болады. Яғни Ротшильдтер қазіргі заманның банк жүйесін құрған, Рокфеллерлер мұнай газ саласында жақсы дамыған, байыған. Ал Ресей империясындағы ең бай әулеті 4-5 ғасыр бойынша бүкіл Ресей империясының иелігін иелеткен, бүкіл дәулеті қолында ұстаған деп айтуға да болады. Сол кездегі билік, яғни Ресей патшаларының өздері таңғалып тамсанған, олардың барлық ақшасы мен дәулетін көргенде. Ол әрине Юсуповтар, яғни қазақша аударсақ Жүсіптер әулеті. Бұл негізі атақты ер едігеден бастау алады. Маңғыт руынан шыққан, барша түрік әлеміндегі тарихта қалған тұлға Тарлан деп айтуға болады. Едігені Москваны 2 рет жаулап, өртеп, Алтын Орданы 15-20 жылдай бар күшін салып алып қалуға, Тоқтамыспен де, Ақсақ Темірмен де соғысып, бірсе дос болған, бірақ Алтын Орданы толықтай қолына ұстап біраз уақыт билеген Едігенің ұрпақтары жайлы не білеміз? Сол жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер және жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болады каналдың дамуына. Бүкіл халықта бар каналымды толыққанды білгіңіз келсе қарап кетіңіздер. Әрі Едігеден кейінгі ұрпақтары жайлы өлгеннен кейін сол немелерінің бірі өзбек көшпенділер тақ қалып білетіндер де сол Едігенің ұрпақтары. 15 ғасырдан кейін көп жағдай өзгере бастайды. Яғни бұрынғыдай Алтын Орда толығымен күйреп құлады. Салық төлеп бағынышты орыстардың басы бірігіп, Москваның билігі күшейіп, яғни бүкіл орыстардың қалаларын, князьдіктерін бастарын қосқаннан кейін үлкен қауіп болды. Сол кездердегі Ноғай ордасында Жүсіп мырза кезінде Қазан хандығында қызын тұрмысқа берген болады. Сүйінбекені, яғни Сүйінбеке жайлы көптеген аңыздар мен кітаптар жазылған. Сұлулығы қазір Қазан қаласында Сүйінбекенің мұнарасы бар, көптеген аңыз бар. Яғни сол бір аңыздарында орыстардың Иван Грозныйға ғашық болып, бірақ Сүйінбеке жесір қалғанмен Иван Грозный ұсынысын қабылдамаған үшін Иван Грозный ашуланып Қазанды жаулап алады, ал мұнарадан секіріп құлап өледі. Жүсіп мырза қолдау табылмай, онсыз да жоспары болды орыс князьдіктеріне қарсы шабуыл ұйымдастыру. Осы қайғылы оқиғаны естігеннен кейін қатты қайғыға кетіп, Жүсіп мырза ұзақ ойға келіп шабуыл ұйымдастыра бастайды. Бірақ бұны Измаил деген інісі Жүсіпті өлтіріп, Жүсіпті қолдаған басқа да сарай ішіндегі ақсүйектерді өлтіріп, Жүсіптің 2 баласын Иван Грозныйға аманат есебінде жібереді. Осылайша Ресей империясында, яғни Юсуповы дейді, яғни Жүсіптің балдары өзінің династиясын бастайды. Қаншама жыл Алтын Ордадан зардап шеккен орыстар үлкен үрей қорқынышпен қарап, солтүстік жақ Ярослав қалаларына қарай жер аударып жібереді. Шағын жер береді аманаттағы балдарға, яғни ақсүйектер ұрпағы болғасын оларда мойындап, шағын жер, шағын шаруалар беріп, өз кәсібін айналысуға мүмкіндік туады. Жүсіптің ұрпақтары шаруаларын домалатып, шаруашылықтарын жайлап дами бастайды. Оның осы аманатқа келген балдардың баласы, яғни Жүсіптің немересі Абдул бір күндері Яков келеді. Бүкіл сол кездердегі Ресей империясының, яғни діни шіркеудің басшысы Яков деген, оларда әке, қасиетті әке дейді, яғни святой отец келіп, сол кездердегі ең бай сол өңірдің Ярославтағы осы Жүсіптер әулетіне келеді, қонақ болады. Ол кездерде олар өздерінің қасиетті посттарын ұстап жүрген кезде олар христиандар үшін ет жеуге болмайды, балықтан басқа. Сол Жүсіптер көшпенді әрі етті жақсы көреді. Байқамай олар қазды керемет қылып дәмдеп пісіріп алдына қояды. Ал сол шіркеу басшысы оны балық деп ойлап тамақтанып алып, ғанан кейін барып түсінеді қазы жеп отқан, яғни балық емес екен. Содан үлкен айқай шығып, сол патшаға айтып барады. Сол кезде патша да ашуланып, осы Юсуптарды бүкіл тарынан айырып, яғни төленіп отқан ақшаларынан. Осыдан кейін Абдул ұзақ ойға келіп, үлкен бір шешімге келеді, яғни қанша кешірім сұраса да кешірім берсін христиан дінін қабылдауға. Осылайша Жүсіптер әулеті христиан дінін қабылдап, Яков оларды кешіріп, бүкіл құқығын қайтып алады. Бірақ бір күні үлкен аян беріп түсіне, яғни мұсылман заңы бойынша мұсылман дінінен қарғысы атылады деп, сен әулетіңмен бірге Алланың қарғысында қалдыңдар. Сенің ұрпағынан тек қана ер адам еркіндіктен бір адам ғана тірі қалып, қалған ұлдарының бәрі 27 жасқа дейін өлтіріледі деп. Осылайша Абдул үлкен қайғыда болып ойланумен өтеді. Көп ұзамай үлкен бір мүмкіндік туады Абдул үшін. Яғни сол кездердегі 1682 жылы Москвада жеке патшаның қарауылы, яғни стрельцы дейді, садақшылары бүлік шығарып патшаға қарсы көптеген сарай ішіндегі адамдарды өлтіріп, шарасыз жағдайда қалып қояды патшасы орыстардың. Сол кезде Абдул өзінің жасақ адамдарымен бірге келіп патшаның жанұясын қорғап аман алып қалады. Сол кездердегі бала кездегі бүкіл зорлық-зомбылықты өз көзімен көрген
шошынған, яғни Петр Алексеевич кейінгі ұлы Петр бірінші деп айтады орыстар өзі. Сол патшаның қатты есінде қалады, қандай сенімділікпен және бар өмірлерін тігіп аманатқа осы Жүсіптер әулеті аманат қалған. Осылайша патша әулетіне қатты тығыз байланыс орнап, сеніміне кіреді және патша бүкіл мемлекеттік аса маңызды істерді осы Жүсіптер әулетіне тапсырып, мана жоғарыда айтып кеткендей, яғни Абдул шоқынған кезде оның атын Дмитрий қылып өзгертеді, яғни осылайша Дмитрий Юсупов болады. Осы Юсуп кейін Петр Первиймен жақындасып, сеніміне кіргеннен кейін әрі осы Юсуптар ішіндегі ұлы жалғыз ұлы Григорий Петр Первиймен бірге өсіп, балалық шағынан бірге ойнап, яғни Петр Первий қатты сенімдегі кіріп, осы сенімін ақтайды, яғни Юсуптар әулеті мемлекет басшылық етеді. Көптеген қазіргі сөзбен айтсақ, бүкіл қаржылық полиция деп айтуға да болады. Бүкіл князьдердің ұрлаған ақшаларын тәркілеп, көп князь бен графтарды дарға асқан. Соның бір дәлелі, бір князь аса үлкен қаражат жымқырып қорыққаны Юсуптардан дарға асылып өледі, бірақ Петр Первий кешіргісі келмегендіктен моласынан қаздырып алып, оны 2 ай асып қояды дарға. Басқа да ақсүйектерге сабақ болсын дегендей. Петр Первийдің, яғни солтүстік соғыстары ұзақ көп болады. Соның бір полктарын басқарған осы Григорий Юсупов Абдулдың ұлы. Осылайша әскери жағынан да өзін көрсетеді, өте қатты сенімде болады. Сосын да әрі ең негізгі қағидасы, олардың ешқашан мемлекеттің қаражатын жымқырған емес. Сондықтан Петр Первий көптеген жазаланған ақсүйектердің жерлерін, сарайларын, байлықтарын көбісін осы жазалап отқан Юсуповтарға сыйлыққа берген. Яғни ұрлық жасап, қорқынышпен өткенше патшаға жақсылық жасасаң және адал қызмет етсең, ол онсыз да патша соны береді деп. Сондықтан осылайша Юсуповтар әулеті қанша қызмет еткенде ешқашан бұлардың дәулет жайында күмән келтірген емес ешкім. Яғни ешкімнің сұрағы болған емес, қалай, қашан деген, қалай пайда болды бұларда бұндай үлкен дәулет дегенде. Яғни бұлар әрқашанда заңды, заңсыз болса да патша үкімет сол кездердегі патшалардың үкімімен алып қол жеткізген. Патшаның ыңғайын тауып, сол кездердегі қиын-қыстау кездердегі жақсы жақтан да жақсы шешімге жеткен Дмитрий Юсупов болса, оның ұлы Григорий Петр Первиймен бала кезден дос болып, жақсы қырынан көсті, өзінің мемлекет бүкіл шешімдерімен көптеген шайқастарға қатысып, және көптеген жемқорларды жазалап, осылайша аса үлкен сенімге кірді. Олардың Юсуповтар әулеті басқа әулетке қарағанда бұларда жалғыз ғана мұрагер, яғни жоғарыда айтып кеткен Қарғыс жайлы білесіздер. Сол болғандықтан бұлардың байлықтары өспесе кеміген емес, әрі көптеген жемқор патшаның ақсүйектерінің жазалаған сайын бағалап еңбегін, көптеген жерлері мен үлкен зәулім үйлерін осы Юсуповтарға сыйлық есебінде беріп отты. Әрі Григорий кезінде Петр Первийдің ұлының өзі мен жақсы араласып жүріп, бірақ кейін ұлы бүлік шығарған кезде әкесіне қарсы сот болған кезде ешқашан ұлын жақтаған емес, сөз сөйлеген де емес, қанша жақын араласса да. Сондықтан бәрі біледі, Григорий Юсупов өте ақылды әрі өз пайдасы мен шешіміне адам екен, яғни ешқашан ыза жерді баспай, өзіне мүмкіндік бермеген ешқашан қате шешім қабылдауға. Осылайша Юсуповтар әулеті бүкіл орыстар ақсүйектер арасындағы ең үлкен беделді әулетке айналды. Бұрын сонда ондай байлықты дәулетті болмап еді. Сол Григорийдің кезінде жаңа Астанадан, яғни Санкт-Петербург қаласынан 9 гектар жерді 3 зәулім именені және Москвадан 4 үлкен зәулім графтардың конфискілеп, соның сыйға алған қазіргі мысалға Олег Табаковтың театрын сол бір зәулім үйі театр болып несі, және 2-3 қазіргі Москвадағы парктердің көп территориялары осы Юсуповтердің игілігінде болған, яғни солардың меншігінде болған жерлер. Әрі Григорий Петр Первий өлген кезде табытын көтерген ақсүйектердің бірі болды. Кейін қызы Анна Ивановнаны сайлап атқан кезде кәрі ақсүйектердің көбісі, яғни билігін шектегісі келіп, ақсүйектермен бірге ақылдасатын кондиция деген келісімге келеді. Бірақ сол кездері көптеген басқа да ақсүйектер қолдады осы Юсуповты, Григорий шығып сөз сөйледі. Россияға толыққанды монархия қажет, яғни қатты қолмен басқару керек. Сондықтан ешқандай жиналыс өткізіп, жиналып бос ақылдасудың не қажеті бар? Россия әрқашанда толыққанды монархиямен басқарылған ел. Басқа да ақсүйектермен жиналыс, сондықтан монарх басқарсын, ешқандай келісім, кондиция деген болмасын деп Иоаннға қуанып жыртып тастайды. Кейін келесі күні Григорий Юсуповты аншеф, яғни әскердегі екінші адамның есебінде даңқ береді. Осылайша білуге болады қаншалықты үлкен деңгейге көтерілген Юсуповтар жанұясын. Бұл тек қана бірінші бөлім ағайын, яғни көптеген сағаттарға созып кетті, сондықтан 2-3 бөлімге бөлдік.
бөлдім. Екінші бөлім шықпас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер тездетіп шығаруға тырысамын әрине. Және каналдың дамуы үшін жан-жаққа таратсаңыздар үлкен даму болады. YouTube алгоритмі осылай жұмыс жасайды. Жан-жаққа тарат, көп көрсетілдім. Және каналға жазылып кетсеңіздер, көбісі каналға жазылмай қарайды. Бұл каналдың дамуына үлкен үлес қосса, подписация батырмасын басып кетсеңіздер, әрі жан-жаққа тарату үлкен бір мен үшін қолдау. Рахмет толыққанды тыңдағандарыңызға көп